Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз Назарбаев зияткерлік мектептерінің 10-шы сынып оқушыларына арналған сыртқы жиынтық бағалау есептерін қарастырамыз. Яғни мұнда біз бірінші компонентті қарастырайық бүгін. Бірінші компоненттің бірінші есебі мынандай: шексіз кемелі тізбектің қосындысын есептеңіз және жауабыңызды жай бөлшек түрінде беріңіз дейді. Демек, 9-шы сыныптан білеміз, шексіз кемелі геометриялық прогрессия тақырыбын. Яғни прогрессияның қосындысы, шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы S тен болады V1 бөлінген 1 минус Q. Демек, бізде V1 бар, яғни міне бірінші тұрған бірінші коэффициент, бірінші қосылғыш, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, осылай кете береді. Демек, бізге табу керек Q-ді. Геометриялық прогрессияның еселігі біз білеміз V2-ні V1-ге бөлгенге тең. Немесе V3-ті V2-ге бөлгенге тең. Немесе V4-ті V3-ге бөлгенге тең. Яғни осылай кете береді. Бізге қайсысын қолданған тиімді? Бізге V1 1-ге тең болғандықтан V2-ні V1-ге бөлген тиімді. Яғни Q тең болады 0,1-ден 1-ге қатынасы. Сонда бізде шығады 0,1. Демек, формулаға қоямыз. V1 дегеніміз 1-ге тең, 1 азайтылған Q дегеніміз 0,1-ге тең. Сонда 1-ді бөлеміз, 1 минус 0,1 дегеніміз 0,99. Яғни 1-ді бөлуіміз керек 0,99-ға. Себебі біз білеміз, бөлшектің алымын немесе бөлімін ондық бөлшек түрінде қалдыруға болмайды. Сондықтан 1-ді бөлеміз, 0,199 деген сөз 100-99 деген сөз. Демек, 1-ді 100-99-ға бөлсек, бізде 99-дан 100 деген шығады. Сонда бізде 2 балл қайда қойылады? 2 балл қойылады. Бірінші балл міне формуланы дұрыс қолдана білгеніңізге. Яғни просто формуланы жазып қойсаңыз, сіз ұпай алмайсыз. Формуланы аласыз, егер сіз осы формулаға дұрыс қоя білсеңіз. Яғни бұл жер бізде метод. Екінші формула қойылады жауапқа. Яғни жауабыңызды жай бөлшек түрінде жазыңыз. Міне, жауапты жай бөлшек түрінде жаздық. Бұл бізде ответ. Сонда бізде 2 пайымыз толық болады. Егер 1-ді 0,199-ға бөлу қиын болатын болса, онда кәдімгі жазамыз. 1-ді бөлеміз 0,199-ға деп. Ары қарата жазамыз. 1-ді бөлеміз 100-99. Сонда бізде шығады 1-ді көбейту керек 99-дан 100-ге деген. Біз білеміз, кез келген санды 1-ге көбейтсек, сол санның өзі шығатын. Яғни 99-дан 100 шығатын. Біз бұл жерде қолдандық сатылы бөлшектің қасиетін. Яғни сатылы бөлшек дегенді білеміз. А бөлінген В-ның С бөлінген Д-ға қатынасы, міне основной бөлшегіңіз, мына ұзын бөлшек. Сатылы бөлшектің қасиеті бойынша міне бөлшектің алымы өзінде қалады, мына бөлімі алымына шығады. Бөлшектің бөлімі міне С өз күйінде қалады, мына алымның бөлімі бөліміне түседі. Осы сатылы бөлшектің қасиеті. Бұл жерде мен сол қасиетті қолдандым. Егер бұл қасиетті қолдану қиын болатын болса, немесе шатасып кететін болсаңыз, онда кәдімгі бөлу түрінде жазып, арғата есептейсіз. Екінші есеп. Координаталық жазықтықта нүктелер берілген. М нүктесі АВ кесіндісіне тесілі және 3/1 қатынаста бөледі дейді. СМ векторының ұзындығын есептеңіз. СМ векторының ұзындығын есептеу үшін бізде С нүктесінің координатасы бар. Демек, бізге табу керек М нүктесінің координатасы. Біз осыған дейінгі сыныптарда өттік кесіндіні берілген қатынаста бөлу. Яғни М нүктесі АВ кесіндісін лямбда қатынаста бөлетін болса, онда лямбда дегеніңіз 3/1-ге тең. Демек, М нүктесінің X-ін табу үшін, міне есептегенде міне адан басталып есептелінген. Демек, адан бастап жазамыз. А-ның X-ына қосамыз лямбда көбейтілген B-ның X-і. Бөлеміз 1 қосылған лямбдаға. Демек, бізде А-ның X-і 1-ге тең, яғни X, Y. А-ның X-і 1-ге тең, қосамыз лямбда 3/1-ге тең, B-ның X-і 3-ге тең.
1 қосылған 3-тен 1. Демек есептейміз. 3-тен 1-ді 3-ке көбейтеміз. Яғни бірінші көбейту орындалады. Сонда алымында 1-ге 1 қосамыз, 2 қалады. 1-ге 3-тен 1 қосамыз, 3-тен 4 болады. Демек жаңағыдай сатылы бөлшектің қасиетін қолдансаңыз болады, немесе бөлуді қолдансаңыз болады. Сонда бізде 2 мен 4 қысқарса 2 болады, 3 алымына келеді. 2-ден 3 деген шығады. М нүктесінің Y-і. Дәл солай А нүктесінің Y-і қосамыз лямбда көбейтілген Б нүктесінің Y-і минус 3. Бөлеміз 1 қосылған лямбда. Так, бөлімінде 3-тен 4, алымында 3 пен 3 қысқарады, сонда 1-ге қосамыз минус 1, 0 болады. Ал 0-ді кез келген санға бөлсек, ол бізде 0 шығады. Демек, бізде шықты М нүктесінің координатасы 2-ден 3-те 0. Яғни біз бұл жерде есептеп жатырмыз М нүктесінің координатасы X, Y. Міне X пен Y-ті таптық. Енді CM векторының ұзындығын есептеңіз. CM векторының ұзындығын есептеу үшін бізге CM векторының координатасы керек. Яғни CM векторының координатасы деген М нүктесінен С нүктесінің координатасын азайтам деген сөз. Яғни сәйкеске сәйкес X-тан X-ті, Y-тен Y-ті. Яғни М нүктесінің X-і 2-ден 3. Одан азайтамыз С нүктесінің X-і 2. Дәл солай М нүктесінің Y-і 0. Одан азайтамыз С нүктесінің Y-і 1. Сонда бізде шығады 2-ден 3-тен 2-ні азайтамыз. Сонда ортақ бөлімі 2-ден келеді. Сонда минус 2-ден 1 болады. 0-ден 1-ді азайтамыз минус 1. CM векторының координатасын тауып алдық. Енді CM векторының ұзындығын есептеңіз. CM векторының ұзындығын есептеу үшін, яғни модулін есептеу үшін, біз координаталарды квадраттап қосамыз. Түбірге аламыз. Минус 2-ден 1-дің квадратына қосамыз минус 1-дің квадратын. Сонда минус 2-ден 1-дің квадраты бізде 4-тен 1. 4-тен 1 қосамыз минус 1-дің квадраты 1. 4-тен 1-ге 1-ді қоссақ бізде шығады 4-тен 5 деген. Бөлшектің қасиеті бойынша жеке-жеке түбір шығарамыз. 4-тен түбір 2 шығады, 5 түбірде қалады. Сонда бізде CM векторының координатасы CM векторының ұзындығы 2-ден түбір асты 5-ке тең деген сөз. Так, бұл жерде бізге 3 балл қойылады. Так, енді бұл 3 балл қайда қойылады? Осыны қарастырайық. Так, бізде бірінші балымыз қойылады. Біз кесіндіні берілген қатынаста бөлуді қолдандық. Яғни мына формуланы қолдандық. Бұл формуланы қолданып, бұл формуланы бізде қолданғанымыз үшін 1 ұпай қоямыз. Яғни бұл бізде метод формуланы қолданып жатырмыз. Екінші ұпай бізде қойылады. М нүктесінің координатасын тауып алдық. Және үшінші ұпай бізде қойылады. Жауап. М нүктесінің координатасын алып қойдық. М нүктесінің координатасын есептегенге ұпай қоймаймыз. Біз М нүктесінің координатасын осылай есептеп алдық. Жерге жазып қойдық міне. Екінші метод бізде қолданылады. Міне CM векторының ұзындығын тапқанымыз үшін бұл бізде А1. Және бізде үшінші ұпай қолданылады, қойылады. Міне CM векторының ұзындығын тапқанымыз үшін. Осындай бізде 3 ұпай қойылады. Так, келесі. CM түзуі ордината осін D нүктесінде қияды. D нүктесінің координатасын табыңыз. CM түзуі. Так, біз жазып алайық. С нүктесінің координатасы 2-де 1 болды. М нүктесінің координатасы 2-ден 3-те 0 болды ғой, 2-ден 3-те 0. 2-ден 3-те 0. Так, енді CM түзуі деп тұр. Демек, біз білеміз 2 нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі деген. Яғни X минус X1-дің
қатынасы x2 минус x1-ге тең y минус y1-дің қатынасы y2 минус y1-ге. Екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуі. Осы түзудің теңдеуін қолданып, біз см түзуінің теңдеуін тауып аламыз. Яғни x минус 2 бөлінген 2-ден 3 деген 1,5 қоя. 1,5 минус 2 тең болады y минус 1 бөлінген 0 минус 1. Сонда x минус 2 бөлінген 1,5-тен 2-ні алсақ минус 0,5. y минус 1 бөлінген 0-ден 1-ді алсақ минус 1. Арқата пропорцияның қасиеті бойынша көбейтеміз. Екеуі де минус болғандықтан уже сразу плюске көбейтіп. Сонда 1-ді x минус 2 көбейтсек, x минус 2 тең 0,5-ті көбейтеміз y минус 1-ге. Мында 2-ден 1 деп жазғаны тиімді болатын сияқты. 0,5 емес, 2-ден 1 деп жазайын. 2-ден 1. Сонда 2-ге көбейтіп жіберсек 2x минус 4 тең болады y минус 1-ге. Арқата y-ті табатын болсақ, бізде y тең болады 2x минус 3 деген болады. 2x минус 3. Біз см түзуінің теңдеуін жазып алдық. Енді бізге айтады, ордината осін d нүктесінде қияды. Берілген түзу ордината осін қию үшін, яғни координаталық жалғастырған кезде, ордината осі дегеніміз ол бізде y қоя. Берілген түзу мына y-ті қиып өту үшін, мынандай қандай да бір нүктеде, мен любой түзу салатын. Мына нүктеде қиып өту үшін, осы нүктеде оның x-і 0-ге тең болу керек. Демек, d нүктесінің бізде x-і 0-ге тең, y-і бар деген сөз. Демек, x-қа 0-ді қоямыз. Сонда y тең болады 2 көбейтілген 0 азайтылған 3. Сонда y бізде минус 3-ге тең. Демек, d нүктесінің координатасы 0-де минус 3 деген сөз. Яғни мына жақта болып тұр. 2x минус 3-тің графигін салсаңыз, x-қа 0 қойсаңыз, y минус 3-ге тең. X-қа 2-ден 3 қойсаңыз, y 0-ге тең ғой, 2-ден 3. Мынандай түзу ғой мына. Сонда мына нүктенің сізде d нүктесінің координатасы болып тұр. Енді бұл жерде 3 балл қайда қойылады? 3 балдың бірінші балы қойылады. Біз кез келген әдісті қолдану арқылы сіз түзудің теңдеуін жазып аласыз. Бұл бізде метод. Екінші метод қойылады. Біз міне ордината осін қиып өту үшін оның x-і 0-ге тең екенін білуіміз керек. Бұған бізде екінші метод қойылады. Яғни x-іңіз 0-ге тең, y-іңіз бар деген сөз. Үшінші ұпай қойылады. Міне x-ті 0-ге тең екенін білдік. Арқата осы түзудің теңдеуіне қою арқылы біз y-ін таптық. Осыдан d нүктесінің координатасын жаздық 0-де минус 3 деп. Бұл жерде бізде үшінші ұпайымызды аламыз. Үшінші ұпай алынады. Келесі есеп. Берілген тригонометриялық өрнекті ықшамдаңыз. Берілген өрнекті ықшамдау үшін бізде мына екінші қосылғышты қарайтын болсақ, мынандай формула бар, 2 синус альфа косинус альфа деген, ол бізде синус 2 альфаны береді. Қосбұрыштың формуласы бойынша. Соған келтірейік. Косинус квадрат альфа минус 4 синус квадрат альфа бөлінген 2, косинус квадрат альфа бөлінген 2 деген, ол бізде 2 синус альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа бөлінген 2-нің квадратын береді. Дәл солай екіншісі 1 минус 2 көбейтілген, жақша қалайға келесін 8 деп тұр ғой. 2 синус альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа бөлінген 2. Осының квадраты. Сонда
Bizde шығады косинус квадрат альфа минус 2 синус альфа бөлінген 2, көбейтілген косинус альфа бөлінген 2, ол бізде синус альфаны береді, иә? Себебі мына жерде альфа бөлінген 2, альфа бөлінген 2 болса, сәйкесінше мында альфа бөлінген 2. Сондай синус 2-ні көбейтем альфа бөлінген 2-ге, ол бізде синус альфа болады, иә? Сонда синус альфаның квадраты. Синус альфаның квадраты деген сөз, ол синус квадрат альфа деген сөз. Дәл солай 1 минус 2 синус квадрат альфа. Біз білеміз, косинус квадрат альфадан синус квадрат альфаны алсақ, ол бізде береді косинус 2 альфаның формуласын. Дәл солай, мына косинус квадрат альфаны, косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген, ол бізде косинус 2 альфаны береді ғой, косинус 2 альфа тең болады деп қойын. Осыдан косинус квадрат альфаны 1 минус синус квадрат альфа деп жазаламыз. Сонда 1 минус синус квадрат альфадан азайтамыз синус квадрат альфаны. Сонда бізде шығады 1 минус 2 синус квадрат альфа. Яғни 1 минус 2 синус квадрат альфа де бізде береді косинус 2 альфаны. Білеміз, косинус 2 альфаны косинус 2 альфаға бөлсек, бізде шығады 1 деген сан. Сонда бұл есепке 3 балл қайда қойылады? Бірінші балл қойылады синус 2 альфаның формуласын білгеніміз үшін, яғни қос бұрыштың формуласын қолданғанымыз үшін, синус үшін қолдандық. Екінші біз қос бұрыштың формуласын қолдандық, косинус үшін қолдандық. Үшіншісі ответ. Сонда бізде 3 ұпайымыз толық болады. Дәл осылай қалған есептерді қарастырамыз. YouTube арнамыздан алыстамаңыздар. Әзірге осы, сау болыңыздар.